мына жерде менде қараңыздар айран. Кішкене қалған, кеше бір айран. Соны целлофанға құйып алдым да. Чуть-чуть ашқан айран ғой. И морозильникке салып қойдым. Қап-қап болып тұр. Қазір осыны ситыға салам. Марля болса вообще күшті болады. Сосын ерігенше тұрады, бетін жауып қойасыздар тарелкамен. Сосын творожный сыр шығады. Дайын болсын көрсетемін ма? Мінекей достар, толықтай еріді. Осындай бізде творожный сыр. Осыны қараңдар, қандай күшті, Енді осыны осындай герметичный баночкаларға салып шығам. Дәмді болып шығады. Қаласаңыздар, тұз салсаңыздар болады. Енді еш нәрсе қоспадым, өйткені бұл ашыған айраннан жасалған ғой. Ол өзі кішкене ащы бір дәмі болады. Қышқыл дәм болады. Ашыған айраннан жасасаңыздар. Обычный айраннан жасасаңыздар, ешқандай бір дәмі болмайды, бір қышқыл. Тұз қоссаңыздар болады, зелень қоссаңыздар, бұрыш қоссаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Дайындап, холодильникте сақтаймын. Обычный творожный сыр, бұдан крем жасауға болады, чизкейк пісіруге болады, бұдан любой нәрсе жасай аласыздар. Астында осылай сары су шығады. Бұдан да көп шыққан сары су. Мен төгіп тастадым жартысын. Осындай.